Армысыздар, тыңдарман қауым. Әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, мені қолдап отырыңыздар. Алла берген бір үйдің жалғыз ұлы, әкесінің көз қуанышы, анасының жұбанышы болып, ер жетіп қалған жігіт болатын. Кішкентайынан айтқан тілді алатын, басқаның көңілін табатын, әр қашанда күлім қағатын Алла берген, өз ортасында сыйлы, жүрегі таза, досқа адал жан болып өседі. Сыныптас достарын өзінің бауырындай көріп, қиын сәтте қол ұшын беретін, қарап тұрмайтынды. Әкесі мен анасын қатты жақсы көріп, мақтан тұтатын Алла берген, туған туыс, бауырларына жақын болып, олардың қамын әрдайым ойлап жүретін. Бір сөзбен айтқанда, атына заты сай жігіт, досқа адал, бауырмал болып өседі. Мектеп қабырғасында да тәртіпті, тәрбиелі қалпынан танбай, озат оқушылар қатарында білім алады. 9 сыныпты бітірген Алла берген, қалаға барып, компьютерлік мамандығын толықтай меңгеретін колледжге түсіп, озат оқуына байланысты стипендиясында алып жүретін. Алла бергеннің ауылы қалаға жақын болғандықтан, ол өзінің үйінен қатынап оқи беретін. Сонымен қатар Алла берген, ауылдағы сыныптас достарында ұмытқан емес. Достықты жоғары бағалайтын Алла берген, өз достарына құдайындай сенетін. Расымен де барлық достары бірдей, жанашыр, адал болуы мүмкін емес екен. Осы орайда бір досым бар, алыс кетсем сағынатын, бір досым бар, мен мұңайсам қамығатын. Енді бірі сыртымнан пышақ ұрып, сатқындықтың жолынан табылатын деп, ойымды жауғызсам, барлық достарың бірдей болмайтынына көзіміз жетердей, кей достардың бейнесі көз алдымызға келер анық. Бұл өмір ғой, ащысы мен тұщысы қатар жүретін. Алла берген болса, әр досын өз бауырындай көріп, жанына жақын тартатын. Күндердің бір күнінде тайқылындай тепсіп өскен, ауылындағы достарының қолынан қапияда қаза табатынын Алла берген сезбегенде еді. Оқиғаны басынан бастап өрбітер болсам. Алла берген күнделікті әдетімен қараңғы түнде достарымен бірге ауыл шетіне шықты. Әр нәрсеге бір тоқталып, достар арасында ойнап күлетін Алла берген, осы бір түні ерекшеленіп көзге түседі. Яғни, өзін бір бақытты сезініп, достарының алдында жүзі жалындап, жарқыраған жұлдыздай жарқырай түседі. Сол қасында жүрген достарының бәрі де адал бола бермейді ғой. Ішінен көре алмай жүрген достары да баршылық екен. Алла берген сұлу, әрі тартымды жігіт болатын. Бір көрген адамды өзіне баурап алатын. Көбіне ауылдағы достары осыны көре алмайтынды. Отырыстарда, жаңадан қыз келсе де осы Алла бергенге ғашық болмай кетпейтін. Айтпағым, сол бір қаралы түнде іштеріне ашу ыза, кек жинаған достары тентек судың әсері ме? Алла бергеннің ту сыртынан жұмыртаспен ұрып, есінен тандырады. Мүмкін олар осылай өлтіріп аламыз деп ойламағанда болар. Бірақ қара құстан тиген жұмыртас Алла бергенді есінен тандырып, достарының есін шығарды. Қатты қорқып, есі шыққан достары Алла бергенді артизанға қарай сүйрелей бастады. Бар ойлары сумен жуындырып, есін жидырып алу еді. Бірақ Алла берген есін оңайлықпен жия қоймады. Осылай бір жарым сағат уақыттарын өткізген Алла бергеннің достары Алла бергенді ауруханаға өлім мен өмір арасындағы халде жеткізіп, өздері қашып кетеді. Ол сәт түннің бір жарымы болатынды. Алла бергеннің анасы үйінде баласын күтіп, әрі-бері дөңбекшіп ұйықтай алмай жатқан еді. Кенеттен ұялы телефоны шырылдайды. Алло, бұл кім? Дей бергенде, алло,
Сіз Аллаберген деген жас жігіттің анасы боласыз ба? Дейді телефонның ар жағынан бір дауыс. Иә, мен анасымын. Әкесі вахтада, жұмыста, дейді қорқып кеткен анасы. Сіз кім боласыз? Деп сұрай бергенде әлгі дауыс. Мен қалалық ауруханадан қоңырау шалып тұрмын. Сіздің ұлыңыз біздің ауруханаға ес-түссіз түсті. Тезірек келіңіз, деп телефонды қоя салады. Аяқ асты не болғанын түсінбей қалған Аллабергеннің анасы естен танардай болып, апыл-ғұпыл жиналып жолға шыққанмен, ауруханаға қалай барарын да білмей абдырап қалады. Достарыңа қоңырау шалып, бір досының көлігімен ауруханаға жеткен анасы ұлын көре салып, есінен танып, ес-түссіз күйге түседі. Есін жиған анасы, бұл көріп жатқан түсім болсыншы деп тілегенмен, олай болмады. Жүрегі тоқтап қалардай күйде болған ана байғұс ұлын құшақтап жылай берді. Өмір мен өлім арасында жатқан Аллабергеннің көздерінен анасының дауысын естігендей ерісіз жас аққандай болды. Ал әкесі ше? Вахталық жұмысын тастап ести сала жолға шығады. Ол ауруханаға жеткенше жеңіл-желпі төбелес шығар деп ойлап келген еді. Ұлының ес-түссіз қалын көріп, төбесінен біреу мұздай су құйғандай абдырап тұрып қалды. Әкесі мен анасын, жақындарын жылатып, мұңайтқан, уайымдатқан Аллаберген ауруханада 12 күнде жатып, сол күйі есін жимастан келместің кемесіне жайғасып кете барды. Әкесі мен анасын жылатып, есеңгіретіп бұл фаниден өткен кезде бар айнала күңіреніп, Аллабергенді жоқтағандай көңілсіз дауыстар естіліп жатқандай болды. Ойнақтап жүріп, абайсызда от басқан Аллаберген достары оқиғаның қалай болғанын айтып беруден бас тартып, жазаларын өтемек түрлі өздерін кінәлі сезінбей, араларынан 18-ге толмаған бір баланы кінәлі етіп, онда бұл жазатайым оқиға болды деп өздерін ақтап алды. Аллабергеннің әке-шешесі қанша рет аяқтан тозып әділдік іздегенмен ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Шырпыр болып, жалғыз баласының қайғысына шыдай алмай, ет жүректері езілген Аллабергеннің ата-анасы іштен тынып, баласын ойлап, сағынышын баса алмай, көздеріне еріксіз жас ала беретін. Иә, тас түскен жеріне ауыр демекші, Аллабергеннің аяқ асты қазасы ата-анасын есеңгіретіп жібергені рас. Себебі, дам түсінің таусылуы бір Алладан келсе, онда кішкене болса да жүректері ауырмас па еді, кім білсін. Сол достарының қолынан қаза тапқаны сай сүйектерін сырқыратып жіберді. Бұл істің заң орындағылар тапқан күннің өзінде бір Алла көріп тұр ғой, әділдігін орнатар деп, Аллабергеннің ата-анасы үнсіз іштен тынып қала берді.